Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сауат ашу негіздері сабағына қош келдіңіздер. Мақсаты Г дыбысы және әріп таңбасымен танысты. Г әрпінің баспа түрімен танысып, оқушылар ой өрісін, тілін, сөздік қорын дамытты. Ұйымдастырған оқу қызметін бастамас бұрын шаттық шеңберін құрып алайық. Кәне бірге айтайықшы балалар. Біз қандаймыз, шұғылалы таңдаймыз, күлімдеген күндейміз, еш уайымды білмейміз. Жарайсыңдар балалар. Мен сендерге жұмбақ жасырғым келіп тұр. Жұмбақтың шешуін тауып көрейікші. Жұпар иісі еседі, жайнап бақта өседі, қай әріптен басталған, аты не, кім шешеді? Бұл не балалар? Ойланамыз. Жұмбақтың шешуі гүл екен. Жарайсыңдар балалар. Балалар, гүл сөзі қандай әріптен басталып тұр? Жарайсыңдар. Г әрпінен басталып тұр, е? Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз Г дыбысы мен әрпі. Балалар, дыбыстар нешеге бөлінеді? Жарайсыңдар. 2-ге бөлінеді, е? Дауысты және дауыссыз дыбыстар. Г дыбысы дауыссыз дыбыс екен балалар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Г дыбысымен танысып шығыңыздар. Г әрпі. Газет. Газет. Гитара. Гитара. Гипс. Гипс. Глюкоза. Глюкоза. Гематоген. Гематоген. Гүл салғыш. Гүл салғыш. Гүл. Гүл. Глобус. Глобус. Г әрпіне байланысты сендермен бір ойын ойнағым келіп отыр. Кім жылдам, кім тапқыр екен байқап көрейік. Ол үшін Г әрпі бар суретті табыңдар. Глобус, дәптер, гүл, газет, алма, бақа. Ал балалар, ойланайық. Жарайсыңдар. Глобус, гүл, газет. Жарайсыңдар балалар. Балалар, қай гүл түсінің аталуында Г әрпі бар? Қызыл, сары, көк, күлгін. Анықтап көрсет, және де дыбыстық талдау жасаймыз. Балалар, сергіту сәтін бірге жасайық. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Көз, ауыз, мұрын және құлақ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Тезірек жасап көрейік. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Көз, ауыз, мұрын және құлақ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Балалар, енді қолымызға қалам алып, кітабымыздағы Г әрпінің баспа түрін бастырып жазамыз. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабаққа белсене қатыстыңдар. Балалар, бүгінгі тапсырманы орындап, кері байланыс беруді ұмытпаңыздар.